Бүгін мен қазақтар қалай Англияның құрылуына себеп болғандығын айтатын боламын. Достар, егер сіздер YouTube'дан айына 1 миллионға дейін табыс табуды қаласаңыздар, мен төменде қалдырған сілтемеге өтіп толық ақпарат біле аласыздар. Ғұндар, Арғын, Қыпшақ, Дулат, Үйсін және басқа да қазақ тайпаларының одақтасуы нәтижесінде қазіргі Қазақстан мен Моңғолия жерінде көшіп-қонып өмір сүрді. Климаттың өзгеруі ғұндардың жайылымдық жерлерінің таралып, жаңа жерлерді жаулап алуына итермеледі. Соның нәтижесінде ғұндардың бір бөлігі батыс елдерін бағындыруға жорыққа шықты. Европа деректерінде ғұндар біздің заманымыздың 2 ғасырынан бастап кездеседі. Олар алан деген түркілерді бағындырып, тікелей Европаға жол тартты. Бұл уақытта немістер күш-қуаты тасып, жан-жақтағанның бәрін жайпап келе жатты. Римдіктер оларды варварлар деп атады. Неміс тайпалары Шығыс Европаны басып алып, славян халықтарының құл қылып жұтып бара жатты. Батыс жақта Рим империясына ілес бермей, көп кесепаттар алып келді. Осы кезде шығыстан ғұндар мен немістер бетпе-бет кездесіп соғыса кетті. Нәтижесінде көшпенділер немістерге кімнің күшті екенін көрсетті. Неміс тайпалары шыдай алмай батысқа ығысты. Солайша ғұндар қазіргі поляк, украин, литва, латвия халықтарының жер бетінен жойылып кетуінен сақтап қалды. Өздері немістердің соңына түсіп, жол бойы кездескендерді тегіс тонап, зорлап, қырып салды. Ғұндардан қашқан Европа халқы Рим империясына бас сауғалады. Бұл тарихта халықтардың ұлы қоныс аудару деген атпен белгілі болды. Көп ұзамай ғұндар Рим империясының да аяғын аспаннан келтіріп, қазіргі Франция мен Италияға басып кірді. Халықтардың соғысы деп аталған ең қанды соғыс Каталон даласында өтіп, Европа күштері ауыр шығынмен ғұндарды уақытша тоқтатса да, келесі жылы Жауқайда деген ғұндардың жаңа күшпен Италияға басып кіруі орын алды. Адам қаны судай аққан бұл кезеңде европалықтар Құдай бізді жазалап жатыр деп қабылдады. Жалпы мен ғұндардың батысқа жорығын бұрындары толықтырып атап өткен болатынмын. Бұл оқиғаларды айтудағы басты себеп неміс тайпаларының арасында Сакс, Юд, Англ деген 3 тайпа ғұндардың тепкісіне шыдамай қазіргі Британия аралдарына қашты. Нәтижесінде басып кірген немістер сол жақтағы жергілікті бриттармен, кельттермен ұзақ соғысып, оларды да кейін келе Ирландия мен Шотландия жерлерін басып алып өз билігін орнатты. Яғни Арғын, Дулат, Үйсін, Қыпшақтардан құралған ғұн әскері қазақ жерінен Португалияға дейін жетіп, ол жақтағы немістердің англо-сакс тайпаларын Британия аралдарына дейін қуып шығуы нәтижесінде сол жақта қазіргі біз білетін ағылшын халқы пайда болды. Егер ғұндар келмегенде, қазір олар неміс болып өз жерлерінде отыра берген болар еді. Достар, сонымен қатар менің Telegram каналыма кіріп, ол жақта маған кез келген сұрақтарды қоюларыңызға болады. Telegram каналының сілтемесі видео астында.